Үш ақылды кеңес. Баяғыда бір шаруа өмір сүреді. Оның әйелі мен балалары болады. Шаруа таңды таңға ұрып, еңбек етсе де, ешбір молшылыққа жете алмайды. Бір күні ол әйеліне, осы біз мұқтаждықтан неге құтыла алмай қалдық? Әлде мен нашар жұмыс істеп жүрмін бе, дейді. Жоқ, сен маңдай теріңді төгіп, адал еңбек етіп жүрсің, дейді әйелі. Онда Құдай мені неге бұлайша жазалады? Не үшін сені жазалады? Көршілеріміз мен сияқты көп жұмыс істемейді, дейді шаруа. Бірақ олардың жай күйі жақсы, малдары көп. Шамасы бақыт деген нәрсе мені айналып өтіп кеткен сияқты. Енді көзіме көрінген жаққа кетемін де, сол бақытты іздеймін. Таппай оралмаймын. Бәлкім сендер менсіз жақсы тұратын шығарсыңдар. Өзіңдей асыраушымыз жоқ болған соң біз қалай өмір сүреміз, дейді әйелі. Бірақ күйеуі оны тыңдамай жолға шығады. Әйелі артынан сәт сапар тілеп қала береді. Өз өміріндегі сәтсіздіктердің себебін іздеп кедей шаруа жер шарын ұзақ аралайды. Сөйтіп бір байға қызметшілікке жалданады. Ол бұған бір жыл өткен соң 100 теңге төлеуге уәде береді. Бір жыл өтеді, қожайын шаруаға: сен жақсы жұмыс істедің, 100 теңгені адал еңбегіңмен таптың. Егер қаласаң, теңгеңнің орнына ақылды кеңес те бере аламын, дейді. Шаруа әрі ойланып, бері ойланып, қожайын ақылды кеңесін тыңдайын деп ұйғарады. Сонда қожайын: бәле-жаладан да, қауіп-қатерден де қорықпа. Әуелі жақсылап ойланып ал, сұраққа содан кейін жауап бер, дейді. Осыны айтқаннан кейін қожайыны шаруаға қарап: енді не істейсің? Тағы да дүниені кезесің бе? Әлде менде тағы бір жыл қалып жұмыс істейсің бе, дейді. Тағы бір жылға қаламын, дейді шаруа. Қалсаң қал, дейді қожайын. Бір жылдан кейін 200 теңге аласың. Екінші жыл өтеді. Қожайын 200 теңгені санап тұрып: міне бұл сенің тапқан табысың. Қалай қарайсың? Ақша керек пе, әлде тағы да ақылды кеңес берейін бе, дейді кедейге. Ақшадан ақыл қымбат, деп ойлайды кедей. Сөйтіп бұл жолы да ақылды кеңесін сұрайды. Ендеше мынаны есіңде сақта, дейді қожайын. Әлің келмейтін істі есіңнен танып қолға алма. Осыны айтқаннан кейін қожайын ақшаны қалтасына салып тұрып кедейге: енді не істейсің? Ел кезіп кетесің бе? Әлде 3-ші жылға қаласың ба, дейді. 3-ші жылға қаламын, айтқаның болсын. Бір жылдан кейін 300 теңге аласың, дейді қожайын. 3-ші жыл өтеді. Шаруа бұл жолы да ақшадан ақылды артық көреді. Қожайын оған: көзіңмен көрмей тұрып, ешқашан естігеніңе сенбе, деп 3-ші ақылды кеңесін айтады. Байғұс кедей қожайынға алғысын жаудырып, әрі қарай жүріп кетеді. Қоштасар кезде қожайыннан 3 күнге жететін нан беруін өтінеді. Мен саған еш нәрсеге қарыз емеспін, дейді қожайын. Соған қарамастан кедейге жетерліктей көп шелпек нан береді. Сөйтіп 3 жыл жалданып жұмыс істеген кедей түк таппай құр қол кетеді.
даланы кезіп жүре береді. Бір күні алдынан патшаның зәулім сарайына тап болады. Сарайдың айналасы шарбақ, әр қазықтың ұшында адамның бас сүйегі. Кедей қорқып қаша жөнеледі. Бірақ күзетшілер ұстап алып патшаға алып келеді. «Кімсің?» дейді патша. «Ел кезіп жүрген біреумін. Бақытсыздық ізімнен қалмай қойды», дейді шаруа. «Неге қаштың?» «Бас сүйектерді көріп қорқып қаштым». «Менен жайдан жай құтыла алмайсың», дейді патша. «Жүр, мен саған бір нәрсе көрсетемін». Шаруаны үлкен бөлмеге алып келді. Бөлме ортасындағы үстел үстінде сиырдай өңкиіп бір дәу құрбақа отырады. «Егер мынаның кім екенін дәл табатын болсаң, аман құтыласың», дейді патша. «Ал таба алмасаң, сенің басыңда шарбақтағы қазыққа ілінеді. Онда қазір бір қазық бос тұр». Осы кезде шаруаның есіне қожайыны айтқан бәле-жаладан да, қауіп-қатерден де қорықпа, әуелі жақсылап ойланып ал, сұраққа содан кейін жауап бер деген ақылы түседі. «Патша, маған 3 күнге ойлануға рұқсат ет», дейді шаруа. «Ойлан», дейді патша, «тек 3 күн ғана». Шаруаны бір бөлмеге қамап қойып, 3 күннен кейін патшаға алып келеді. «О, кемеңгер һәм құдіретті патшам», дейді шаруа, «бұл құрбақа емес, айдай сұлу патшайым ғой». Шаруа осы сөздерді айтқан кезде құрбақа күрт қозғалып, сілкініп орнынан тұрады. Сонда жұрттың бәрі бұл дүниеде теңдесі жоқ ғажап сұлу патшайымның нұрлы жүзін көреді. Патшайым көз байлайтын сиқыршыға күйеуге шығудан бас тартқан кезде ол қызды осылайша сиқырлап құрбақаға айналдырып жіберген екен. Құрбақаның патшайым екенін біреу дәл тапқанша сиқырланыпты. Ал құрбақаның патшайым екенін айыра алмаған жігіттер ажал құшып, олардың басы патша шарбағының қазықтарына іліне берген көрінеді. Патшайымның сиқырдан арылғанына қатты қуанған патша үлкен той жасайды. Ол 7 күнге 7 түнге созылады. Содан кейін патша 12 арбаға бағалы сыйлықтар тиеп, шаруаны үйіне қарай аттандырады. Шаруаны үйіне дейін шығарып салып, арбалар мен аттарды соған қалдырыңдар, дейді патша қызметкерлеріне. Көңілді кедей үйіне жетуге асығып келеді. Осындай байлықты әйелі мен балаларына апара жатқаны шаттандырады. Алаңқайға шыққанда алдынан жапырағы жайылған үлкен ағаш тап болады. Міне осының көлеңкесінде жатып дем алайын деп ойлайды шаруа. Онымен бір мезгілде ағаштың арғы жағынан бай көпестің 3 қара атты көсем жеккен қымбат күймесі келіп тоқтайды. Патша сыйлықтары тиелген жүк арбаларына қызыға қараған көпестің ішін қызғаныш тырнайды. «Екеуміз бәсекелессек қайтеді?» дейді ол кедейге. «Сонау ағашты көрдің бе? Соның ұшар басында лашын қонып отыр. Егер сен білдірмей барып, құсты үркітпей оның құйрығынан бір қауырсынын жұлып әкетсең,
онда менің мына аттарым мен күймем сенікі болады. Ал олай істей алмасаң, сенің барлық жүгің менікі болады. Кедей қожайынның айтқан әлің келмейтін істі есіңнен танып қолға алма деген екінші ақылды кеңесті есіне түсіреді. Мен келісемін дейді көпеске. Бәсекелесуді ұсынған сен, демек сенің өзің бірінші болып баста. Егер өз шарттарыңды орындасаң, менің барлық байлығымды аласың. Көпес кедейдің жүк тиеген арбаларына ашкөздікпен қызыға қарайды. Шыдай алмай ағашқа өрмелейді. Кедей де оның соңынан өрмелеп, орайы келгенде көпестің кебісін шешіп алады. Көпес лашынға жетеді. Құйрығына қарай қолын енді соза бергенде құс ұшып кетеді. Көпес ағаштан түсіп, бәрі жоқ болды, лашын ұшып кетті деп жылап жібереді. Лашын құс кебістеріңді де әкетті ме деп кедей күледі. Көпес жалаңаяқ тұрғанын енді ғана көріп, одан сайын күйінеді. Қалай енді айтқан сөзіңнен жалтарасың ба? Ол сенің шын сөзің бе еді дейді кедей. Иә дейді көпес, шын сөзім, бәрін де ал. Онда адал екенсің, мына кебісіңді ал дейді шаруа. Көпес әрі қарай жаяу кетеді. Ал шаруа көпестің күймесіне мініп, патшаның жүк арбалары мен күзетшілерін соңынан ертіп, туған жеріне қарай жүріп кетеді. Өзінің қыстағына да жетеді. Күзетшілерді қайтарып, бірінші кездескен адамнан өзі туралы сұрайды. Кездескен адам: «Я сондай бір шаруаны білетін едім. Ол өзінің бақытсыздығының сырын ашамын деп дүние кезіп кетті дейтін. Ақыры хабарсыз жоғалды деп естідім» дейді. Оның отбасының жағдайы қалай болды екен? Әйелі аштан өлді, балалары қаңғырып, кім көрінгеннің есігінде жүр. О, сорлы басым деп ойлайды шаруа. Егер отбасымның көрген күні мынадай болса, мұншама байлықтың маған не керегі бар? Шамасы бәрібір бақытымды таппаған болдым. Әрі қарай жүріп іздейін сол бақытты. Осы сәтте ол қожайын айтқан көзіңмен көрмей тұрып, ешқашан естігеніңе сенбе деген үшінші ақылды кеңесті есіне түсіреді. Әрі қарай жүремін деп ойлайды ол. Мен біреудің айтқан сөзіне сеніп тұрмын. Өзім көзіммен көргенім жоқ. Ол өз үйіне беттейді. Ішіне кірсе, әбден нашарлаған әйелін көреді. Шынымен сен бе? Деп әйелі қатты қуанады. Мені тірі көрдің ғой, әйтпесе мен бұл дүниенің шетіне жетіп те қалып едім. Балалар қайда? Деп сұрайды кедей. Олардың біреуі мал соңында, екіншісі бала бағып жүр. Шаруа балаларын әкелуге кісі жібереді. Жалаңаяқ аш жүрген балалары келеді. Сөйтіп шаруа бала-шағаларымен бірге молшылықты, шат-шадыман өмірге кіріседі. Оған байлық та, бақыт та басына қонады екен.